Сәлем достар, сіздермен Нұрсезім. Бүгін сіздерге ерекше дәмді әрі оңай жасалатын банан печеньесінің рецептін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ қоспаларды араластырып аламыз, яғни ұнға тұз және разрыхлительді қосып араластырамыз. Кейін оған салқын сары майды саламыз және оны үккіштен өткізе отырып, осылай крошка жасап алатын боламыз. Кейін жұмыртқаның сарысын және қаймақты қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ әрі қолға жабыспайды, ешқандай да артық ұн қосуды қажет етпейді. Осылай ұзынша етіп жайып алғаннан кейін 1/10 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақ етіп аламыз және ол қамырлардың бетін жауып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа қант, жұмыртқаның ағын, ерітілген сары май және 3 ас қасық ұнды қосып, блендерден өткізіп аламыз. Қамырымызды бір-бірден алып, осылай домалақ етіп жайып шығамыз және оның үстіне салмасын салып, дәл видеода көрсетілгендей орап, бананның пішінін келтіретін боламыз. Қамырды қаттырақ бекітуге тырысыңыздар, себебі пісу барысында ол жерлер ашылып кетуі мүмкін. Яғни салмасы сыртқа шығып кетпес үшін қаттырақ бекітіңіздер. Басқа қамырларды дәл солай жайып, оған салмасын салып, осындай пішін шығаратын боламыз. Және дәл осы бекіткен жерімізге какаоны жағып шығатын боламыз. Яғни бұл бізге бананның түрін ұқсату үшін қажет болады. Кейін печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Өте оңай әрі тез жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.